Ары қарай жалғастырайық. Ұзақ өмір сүру үшін керек амалдардың бірі бұл жайлылықты азайту өміріңдегі. Жайлылық деп нені түсінеміз? Ол мысалға көп отыру. Соның ішінде әсіресе мына диван, кресло сияқты мына жайлы орындарда отыру. Көп жату, әсіресе мына жұмсақ төсекте. Сосын мынандай тұрмыстық жағдайда үйде біреуді жұмсау. Ананы алып бере қойшы, ананы істей қойшы, мынаны сөйте қойшы. Әсіресе мына алып бере қойшы. Әй, кім бар? Ана нені алып келші, ана қайда? Деп соның бәрін қысқарту. Мейлінше қысқарту керек. Өзің бар. Әсіресе мына ондайда не жақсы андай кең, үлкен, жеке үйде тұратын адамдарға, жер үйде тұратын адамдарға жақсы осындай. Әсіресе сосын андай 2 қабатты, 3 қабатты үй болса, жоғарға шыққысы келмейді, немесе жоғарыдан түскісі келмейді, сондай не, немесе үй үлкен, бірнеше залдары бар, көп қой қазір үйлер, шүкір. Шарбағы бар, ауласы бар, сонда жүру, соның бәрін азайту керек қой. Өзің істе. Біреуді жұмсама, балдарды, немерелерді, келіндерді жұмсама, өзің істе, өзің үшін ол керек. Ол жерде бұл мұрын көтеретін, көкірек қағатын ештемесінің керек жоқ. Саған көкірек саған ұзақ өмір бермейді. Онда өзіңе қолдан, өзің үшін ғой. Сондықтан алып бере қойшы, сөйте қойшы, қысқартып, мейлінше. Өзің қимылда. Жерге отыр көбірек. Жерде жат. Жайлы төсекте емес, жерде жат, жерде отыр. Сол отырып тұрғанның өзі, жатып тұрғанның өзі, және мына қатты жерде отырып тұрғанның өзі көп саған не береді, былайша айтқанда дивиденд береді. Соның бәрі, сосын тағы не, ана кезген жерге машинамен, көлікпен жүру ғой, сонда қысқарту керек. Жақын жерлерге былай бара салсайшы. Сосын андай қалалы жерде тұратын адамдарға ана лифтіні азайту керек. Мейлінше қысқарту керек. Көбінде баспалдақпен жүр. Баспалдақ қолдан. Баспалдақ көп саған не береді, дивиденд береді саған көп. Сөйтіп, жайлылықты азайтып, соның өзімен ақ сен бір табан жақындайсың ұзақ өмірдің жолына. Сондықтан соның бәрін адам ескеріп отыру керек. Тағы да айтам, ол кешендік нәрсе, тек қана бір нәрсемен ғана жетпейсің, ол біраз нәрседен құралады ұзақ өмір сүру деген мәселе. Соның бір көрінісін айтып жатырмын қазір. Жақсы.